Бірақ Шакира мансап құрған кезде анасы оның агенті әрі өкілі болды. Менің балалық шағым оңай болған жоқ дейді ол. Әншінің әкесі банкротқа ұшыраған кезде ол үйіндегі барлық жиһаздарды, соның ішінде теледидар мен кондиционерді сатуға мәжбүр болған. Анам екеумізді Лос-Анджелестегі туыстарына жіберді. Біз қайтып келгенде мен шошып кеттім. Сол кезде мен өзіме ата-анама осы жағдайдан шығуға көмектесемін деп уәде бердім, деп еске алады әнші. Шакира бала кезінен ішпейлерін орындады. Мен жас кезімнен бастап өзімнің көркемдік өмірімді нақты елестететінмін. Мен қоғамдық тұлға болатынымды білетінмін. Бұл пайғамбарлық сияқты. Бірақ менде әлі де көптеген тілектер, көптеген қорқыныштар бар деп мойындайды әнші. Мансабының басталуы 90-шы жылы әншінің 13 жасында байқаулардың бірінде оны продюсер байқады. Нәтижесінде әнші олармен келісімшартқа отырды. Бір жылдан кейін Шакираның алғашқы альбомы «Магия» шықты. Мансапты бастау үшін Шакира 90-шы жылдардың ортасында анасымен бірге Боготаға, содан кейін Майамиге көшті. Мен анамды Боготаға көшуге көндірдім. 95-ші жылы Шакира мектепті бітіріп Колумбия сериясында ойнады. Үшінші альбомымен жұмыс істей бастағаннан кейін Шакира музыкалық өндірістің қыр-сырын өзі анықтауға шешім қабылдады және Жалаң аяқ альбомын шығарды. Бірнеше композициялары хит болды. Рекордтық 3 миллион данадан астам таралыммен сатылды. 2 жылдан кейін 4-ші альбомы шықты. Жазба бірнеше рет платинаға айналды. Ал альбомдағы композициялар Латын Америкасындағы Billboard диаграммаларында көш бастады. Шакира үздік Латын Америкасы альбомы номинациясында өзінің алғашқы Грэмми марапатын ұтып алды. Бұл жазба оған ақш-та танымалдылыққа келді. 2001 жылы Шакира имиджін өзгертті. Брюнеткадан аққұбаға айналды. Бұл стиль оның келесі 20 жылдағы қолтаңбасын анықтады. 23-ші жылы әнші Billboard жылдың алғашқы испандық әйелі болды. Сол жылы оның туған жері Баранкиллада Шакираның құрметіне ескерткіш ашылды. Шакира фильмдегі алғашқы рөлін 95-ші жылы колумбиялық Оазис телехикаясында сомдады. 2009 жылы Шакираны Дурнушка сериясында эпизод ойнауға шақырды. 97 жылы Шакира бүкіл Колумбиядағы кедей балаларға арналған арнайы мектептері бар қайырымдылық қорын құрды. Қайырымдылық бұл менің өмірімнің үлкен бөлігі. Музыка сияқты мүмкін ол музыкадан да маңызды. Өйткені мен 60 жаста болғанда және әнші ретінде ешкімді қызықтырмайтын болсам, мен әлі де мектептерге барып, балаларға көмектесіп, олардың бақытты болып өскенін көре аламын, деді Шакира. Оның айтуынша ол бұл балалардан өзін көреді, отбасының басынан өткен қиын сәттерін еске алады. 2003 жылы Шакира ЮНИСЕФ балалар қорының ең жас елшісі болды және көптеген жылдар бойы ұйымды қолдады.